Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен. Оқытушы сабақты ұйымдастыру барысында үй тапсырмасын сұрау, жаңа тақырыпты бекіту барысында түрлі көптеген әдістерді пайдаланады. Оның ішінде электронды немесе қолмен жасалынған көрнекіліктер, дидактикалық таратпа материалдар және де кейінгі кезде шығып жатқан электронды түрлі бағдарламалар бар. Олардың кейбіреулерімен менің каналымда танысуларыңызға болады. Сабақ сапасын арттыруға көмекші құралдар, тест құралдары, Google-дың оқытуда пайдаланатын құралдары деген сияқты тақырыптарда видеолар шығарылған болатын. Бүгінгі біздің қарастыратын бағдарламамыз Quizlet деп аталынады. Қазір осы бағдарламаны міне көріп отырсыздар. Бұл бағдарламада көптеген жақсы оқушылардың қызығушылығын арттыратын, сабаққа белсенді қатысуына мүмкіндік беретін көптеген мүмкіншіліктері бар. Енді осы бағдарламамен танысып көрелік. Болсын, ең алдымен біз бағдарламаға тіркелеміз. Бағдарламаға тіркелу кезінде, ең бірінші ашқан кезінде мұғалім ретінде тіркелемін деп белгілейсіз. Одан кейін өзіңіздің Google аккаунтыңыз бойынша тіркеле салуыңызға да болады. Одан кейін өзіңіздің профиліңізге кіріп, жаңағы тіркеуде барысындағы жасалынған өзгерістер жасауыңызға болады. Өзіңіздің баптауларға кіресіз болсын, баптауларға кіресіздер. Мен осы баптауларда профилдің фото суретін, басқа да түрлі жаңағы баптауларын жасап, одан кейін оны сақтап қоюыңызға болады. Әрқайсысында міне сақтау деген белгілері бар. Енді осы бағдарламаның алдымен мүмкіншіліктерімен танысып шығайық. Осыны дайын жасалынған бағдарламаны көреміз. Мұнда бізде бірнеше мүмкіншіліктер бар. Олар карточкалар, жаттау, хат, дұрыс жазу, тест деп аталынатын негізгі 5 түрі бар. Онымен қоса 2 ойын түрі бар. Таңдау немесе сәйкестендіру және гравитация деген. Енді біз карточкадан бастап көрелік. Міне өздеріңіз көріп отырғанда жасалған карточка. Міне мұнда басқан сайын жаңағы шығып отырады. Біз оған жауап беріп отыруымыз керек осы карточкаға. Келесі жаттау дегенде, мұнда мысалы Моңғол мемлекетінің құрылған уақыты. Бұл тест сияқты болып келеді. Шыңғыс хан дүниеге келген уақыт. Моңғол мемлекетінің астанасы мысалы тестіге ұқсас болып келеді. Келесі хат деп аталынады. Кешігіп тұр. Бұнда хатта жаңағы берілген мысалы жосы деген, бұл жаңағы Сібір халықтарын бағындыруға барды деген белгіні білдіреді. Мысалы, мен білмеймін дегенді баса салсам, егер міне пенсия қырғыздардың басы болған Шыңғыс ханның баласы дегенді мен көшіріп жазуыма болады. Көшіріп алып белгілеймін. Дұрыс дейді. Міне осылайша бұлда баланың есінде осы оқиғаны немесе осы бір болған дүниені оқушының есінде қалдыру үшін қажетті. Енді дұрыс жазу деген қарайық. Бұнда жаңағы 2027 жылы қандай оқиға болды. Мысалы осыны жазамыз. Одан кейін тексеріп көреміз. Дұрыс па, дұрыс емес па. Одан кейін тесті деген белгі бар. Бөлік. Бұл бөлікте сұрақ беріледі, сұрақтың дұрыс жауабын жазып отыруымыз керек. Әрбір сұраққа дұрыс жауаптары жазылып отырады. Төменде таңдап алып қоюға арналған белгілер де болады. Қоршауға алған қала, мысалы, қаланы сәйкестендіріп қоямыз бұнда. Жаңа қала 1-ге 2-ні қоямыз мына жерге. Бұны
Осылайша дұрыс жауабын дұрыс жауапты таңдау мұнда отырар апаты деген не дегенді белгілеу керек. Онда бұл кезде мысалы былайынан дұрыс емес деген сияқты жаңағы белгі. Міне осындай тест түрлері берілген. Әртүрлі бұндай тестілердің түрлерін біз Google форма деп аталатын тест түрлерімен де басқа тест құралдарын өткен кезде де көрген болатынбыз. Одан кейінгі подбор деп аталады, жинау, сәйкестендірумен байланысты бұл ойын. Мысалы ойынды алып қарайтын болсақ, Моңғол империясының негізін қалаған міндетімен сәйкестендіріп басына апарып қоямыз. Он 15 күндей берілмеген қала ашынасты қоямыз. Моңғол мемлекеті құрылды. Шыңғыс хан қайтыс болды. Аттандырды. Яғни міне бұнда әркім өзінің жеке рекордында осылайша ұйымдастыруға болады. Міне бұнда өзге де лидерлердің белгілері көрсетілген, кімнің қаншалықты дәрежеде жасағандығы. Одан кейінгі гравитация деп аталатын ойын. Бұл ойынның барысында жаңағы төбеден астероид түсіп болғанша, сіз сұраққа жауап беріп көруіңіз керек. Бұнда жаңағы ойынның қиындық деңгейін таңдап алуға болады. Бұл жаңағы деңгейлеп саралап оқытумен байланысты да жаңағы әлсіз оқитын оқушы жеңілді, ал жақсы оқитын оқушы күрделіні таңдап алады. Сол сияқты кейін бастау дегенді басасы да, міне сұрақ түседі. Осы сұрақ түсіп болғанша, сіз мына жерге дұрыс жауабын жазып үлгеруіңіз керек. Міне күрделіде көрдіңіз бе, жылдам шығады, ал жеңілде өте жаңағы баяу шығатын болады бұл сұрақтар. Міне негізгі мүмкіншіліктері осындай. Енді осыларды құрастыру үшін біз создать деген белгіге барамыз. Оқу модулі деп таңдаймыз. Бұдан кейін атын жазамыз, мысалы Қазақстан тарихы. Сұрақтар дей салайық. Бір жақсы, бұнда жаңағы тіл сабақтарында, математика, химия сабақтарында да өте жақсы пайдалануға сәйкестендіріліп, ыңғайластырылып жасалынған бұл сұрақ. Мысалы бұнда жаңағы картинкаларды изображение дейді, суреттерді де салып отыруға болады. Мысалы үшін ағылшын тілі сабағы деп алатын болсақ, алдымен тілді таңдап аламыз. Онда біздің тіліміз қазақ тілі. Мына жерде өздеріңіз көріп отырғандай, қазақ тілі бар міне. Және ағылшын тілін таңдаймыз. Ағылшын тілі. Енді қарлығаш деп жазсақ, мысалы. Бұдан кейін қарлығаштың суретін қоюға болады. Міне мені қарлығаш деп жазғанда қарлығаштың суреті шығады. Әр өзіңіздің жазған белгіңізге соның суреті шығып тұратын болады. Енді мына жерге ағылшыншасын жазасыз. Немесе жаңағы тілді таңдаудың орнына бұл жерде біз жаңағы символдарды таңдап алуымызға болады. Мына жерде берілген, мысалы математикалық символдар деген, химиялық символдар деген, міне осы символдарды жазу арқылы біз символдарды таңдап аламыз әртүрлі. Міне химиялық символдарды қоятын болсақ, бізде әртүрлі символдарды алу мүмкіндіктері пайда болады. Енді біз бұны барлығын жаңағы қолдан ұйымдастырып, қолдан жазып бермейміз. Бұны шексіз карточканы жасай беруге болады. Осын карточка қосу дегенді басасыз. Немесе бұл карточкаларды жазуды жылдамдату үшін біз оны көшіріп алуды, Word, Excel, Google документтен басқа жерлерден көшіріп алуымызға да болады. Ол үшін біз не істейміз? Біз мысалы мен алдын ала дайындап қойдым Excelде мынандай сұрақтарды. Бір бағанда сұрақтар тұрады, екінші бағанда жауаптары тұрады. Осыны
көшіріп аламыз. Көшіріп аламыз да қоямыз. Қойғаннан кейін қарайтын болсаңыздар, міне астыда сұрағымыз тұр, жауабы тұр. Сұрағымыз тұр, жауабы тұр. Түгелін тексеріп алуымызға болады. Сұрақ пен жауаптардың дұрыс қойылған, дұрыс қойылмағандығын. Онан кейін олардың арасындағы интервалдың әртүрлі қандай түрде болуы мүмкіндігін таңдап алуымызға болады. Карточкалардың арасында қандай қоюға болатындығын таңдап алуға болады. Онан кейін импорттау дегенді басамыз. Міне барлығы да түсті. Одан кейін құру дегенді басамыз да карточканы құрамыз. Міне осындай карточкаларды пайдаланып сабақ барысында міне біздің жаңа карточкамыз автоматты түрде сақталынып қалады. Осы сақталынып қалған карточкамызды біз сабақтың барысында пайдалана алатын боламыз. Егер де осы тақырып сіздерге ұнаған болатын болса, алдағы уақытта да осындай түрлі бағдарламалармен таныстыруды мен жалғастыра беретін боламын. Бұл бағдарламаны жаңағы тек қана онлайн сабақтарда ғана емес, тікелей сабақ үстінде де пайдалана беруге болады. Оқушылардың қызығушылығын арттыру мақсатында жаңағы түрлі жарыстар, ойындар ұйымдастыруға да болады бұл бағдарламаның барысында. Мысалы, бұнда жаңағы лайв режимде ойындар өткізу мүмкіндігі де беріледі. Сол мүмкіндікті де пайдалануымызға болады біздің. Міне бұнда лайв режим деген, бұл лайв режимде біз тікелей жаңағы командалар арасында немесе жеке ойыншылар арасында екі түрлі жаңағы жарыстар ұйымдастыра аламыз. Бұл Quizlet бағдарламасының негізгі мүмкіншіліктері осы. Осы бейнематериалға лайк басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар. Келесі кездескенімізше сау саламатта болыңыздар.